Қайырлы күн достар, бүгін Осман телесериалының 212 бөліміне келдік. Бүгінгі бөлім Османның қас жауы Кучар мен Кладиус екеуінің сөйлесіп отырғандарынан, яғни ойласып отырғанынан басталады. Кучар моңғолдың жауынгері, және осы соғыста Кладиус Софияны сатып кетіп, осы Кучармен біргеді. Оның себебі осы Софияны өлтіріп, өзі Римді басқарамын дейді. Яғни басқарамын, мен ана шалдың орнына отырамын деген секілді өзінің армандарын, қиялдарын айтып тұрғанда, Кучар оның мойнына қылыш тақайды. Яғни мен сенімен одақтаспын, яғни Османды бірігіп өлтіру үшін. Кейін маған сен қайтадан қас жауы боласың, мен саған Римді басқаруға рұқсат етем, бірақ сонда да менің итім боласың дейді. Сол кезде Кладиус жынданып, долданып, ойлағаны болмайын деп тұрау деп біраз ойланып қалады сол жерде. Сол сәтте бала мен келіндері соғыстың заттарын дайындап, ауылмен бірге азық-түлік, садақ, қылыш деген сияқты біраз заттарды дайындап отырады. Ол жерде бала да бар, Фатма бике, Мариям, яғни Халиме деген секілді. Одан кейін өзінің келіндері бар, барлығы осы Османның соғысқа қатысатынын біліп, осы Моңғол империясымен көптеген заттарды дайындап жатады. Сол сәтте баланы және келіндерін бір адам аңдып тұрғанын көреді. Сол сәтте Фатма мен Халиме екеуі анасына айтады, яғни бізді кешеде орманға бара жатқан кезде осы адам аңдып жүрді деп. Сол кезде бала бегім айтады, яғни бұл адамның өзін аңдыңдар. Бұл Бегум бегімнің жансызы, яғни соған апарады дейді. Сөйтіп жаңағы жансызды келіндері, қыздары төртеуі бірге аңди бастайды. Дәл сол сәтте Осман Андроникустың сарайында, яғни бітімгершілікпен жұмыс жасауға Рим империясына келеді. Ол яғни Кладиустан да жоғары үлкен патша Османды өздері шақырады, яғни бізбен одақтас құр, яғни Римді сен қорға дейді. Егер де Римді қорғасаң, біз саған алтын және тағы да басқа жер, мүліктер береміз дейді. Соны ойласуға осы Осман сарайға барады. Одан кейін тыңшы кездесуге барады орманның ішіне, оны Фатма бике мен Халима екеуі аңдып келеді. Одан кейін Османға қайтадан оралады. Осман қонысына қайтып келеді. Сол кезде Тұрғыт Ғазы Османды күтіп тұрады. Яғни Тұрғыт Ғазы дегеніміз Османның әкесі, Ертұғырыл батырдың досы болған екен. Кезінде бірге шайқасқан, соғысқа бірге барған досы. Ол Османды алдыңғы бөлімдерден бері бақылап, қарап жүрген болатын. Осыған қасына батыр болайын деп. Сол кезде Осман екеуі кездесіп қалып, Осман оны танып, Тұрғыт Ғазы деп қуанып, оны қошеметпен қарсы алады. Одан кейін тыңшыға келсек, тыңшы, яғни жансыз дейді ғой, жансыз бегіммен екеуі кездесіп тұрады, оны жоспарларын айтып тұрады, яғни осындай да осындай қылыштар, садақтар жасап жатыр, соғысқа аттанады, осындай тамақтар дайындап жатыр, осындай жолмен апарады деген секілді барлық мағлұматтардың барлығын айтып жатқанда, жаңағы Гонжа, Фатма бике, Халиме барлығы оны ұстап алады. Ұстап алады да Османға, яғни бала бегімнің қонысына апарады. Сол сәтте Кладиусты қайтадан көрсетеді. Кладиустың Кучарға жыны келіп отырады. Кучар оған айтады, яғни сес көрсетеді, менің тек сен итімсің, менің не айтам, соны ғана орындайсың, мен жоқ болсам, сен де жоқсың деген секілді. Сол сәтте Кладиус өзінің арам пиғылды жоспарларын қайтадан ойласып отырады. Яғни ол Софияны сатып кетті, Османға бара алмайды,
мына жақта кучарға да сене алмайды, енді дал болып отыр, не істерін білмей. Сол сәтте Халиме мен Фатма екеуі осы бегумды қонысқа әкеледі. Бала оны көріп қалып, сатқынсың сен деп, оның бетінен шапалақпен ұра бастайды. Сен маған көрсетпегенің жоқ, мені тірідей өртемекші болдың. Балаларыма, ұлдарыма, қыздарыма, келіндеріме істемегенің жоқ сенің деп, ана жерде бетінен шапалақпен ұра бастайды. Халық та оны қаралай бастайды. Сол сәтте оны пышақпен өлтірмекші болып жатқан кезде Осман келіп қалады. Османға сол кезде жалынады: бегім, мені өлтірмеші, мен өз кінәмді түсіндім, мен тірі қалғым келеді дейді. Сол сәтте Осман оны қарашүй, яғни шатыр дейді ғой, шатырға алып келіңдер деп бұйырады. Одан кейін Кладиусқа Османның өзінің досы Боран, яғни жауынгері Боранды жібереді. Яғни Осман мен Кладиус екеуін кездесуін ұйымдастыруды, екеуі бір бітімгершілікке келуді шақырады. Османға баратын болады. Кладиус өйткені басқа амал жоқ. Одан кейін Осман жаңағы бегімді шатырға алып келеді. Содан кейін оған тапсырма береді: торлы шатырға оны қамап қояды, әзірге тірі қалдырады. Одан кейін Фатма бикенің моншағы сол жерде жоғалтып алады. Сол келесі күні ғой, күндіз жоғалтып алады да, енді махаббат басталады шығар деп ойлап қоямын өзім. Фатма бике моншағын жоғалтып алады. Сол кезде Халиме екеуі іздеп жүреді. Оны бір жігіт тауып алады, яғни ол сол жердегі бектердің ұлы болып саналады. Бірақ ол енді екеуі бір-бірін танымайды. Ол Османның қызы екенін, ал Фатма бике оның бектің ұлы екенін. Бірақ сол жерде жігіт оны тауып Осма деп оған береді. Сол жерде екеуі шамалы ұрысып қалады, яғни шамалы ғана ғой енді. Ол жігіт Қожабектің ұлы болып келеді екен. Қожабек деген сол жерде ақсақалды шал, ол осы Османға серік болуға келіпті. Сол Қожабектің ұлы жаңағы бала, ал Қожабектің інісі бар, ол сатқын, яғни кучардың серіктесі, яғни серіктесі болғанда иті дейді ғой. Анаяқтағы не болып жатқанның барлығын осыған айтып отырады. Яғни егерде мен айтсаң, жансызым болсаң, Османды өлтіріп, соның орнына сенің қоямын дейді ғой. Енді білмеймін ғой, енді араларында не болған. Кучардың серіктесі болады. Бұл Қожабек оны білмейді, інісінің ондай екенін, тіпті баласы да білмейді. Одан кейін Осман жиналыс жасайды, Рим империясына барып, олармен одақтасқанын, және Қарачебеш деген қамал бар, осы Рим империясының. Сол Қарачебеш деген ненің, яғни үлкен қамалды осы Османға бергенін айтады. Сол жерде барлығы таң қалады. Яғни орыстармен сыбайлас болдық па, кәпірлермен деген сияқты. Бірақ Осман айтады: біз әзірге ғана сыбайлас, яғни біз әзірге ғана одақтастық. Олар бізге көптеген алтын және Қарачебешті деген қамалды бізге соғыссыз берді дейді. Сол жерде олар қайтадан өз орнына келеді. Яғни көптеген бектер ол Қарачебешті қамалды Орхан келіншегіне, яғни Нилуферге береді. Ол екеуің сол жаққа барыңдар дейді. Сол жаққа барып, өздерің бүкіл заттарын түгендеңдер, соғысқа дайындалыңдар, яғни сол қамал сендердікі дейді. Одан кейін Осман өз жоспарын қайтадан айта бастайды: мен моңғолдардың суына у қосамын, ол уды малы да ішеді, өздері де ішеді, сосын олар әлсіз болады дейді. Оларды сусыз өмір сүре алмайтындай қыламыз дейді.
одан кейін ол істі Алаеддинге тапсырады, сен осы істі өз қолыңа ал дейді. Ал әскербасы бол деп Трахан деген досы бар ғой өзінің, қолбасшысы әскербасы бол, барлығын солдаттарды барлығын сен таға дайындалтқыз дейді, соғысқа сен өзің апарасың дейді. Одан кейін соғыс басталды, құдыққа у қосылды, бегімді Осман Кучарға жібереді. Яғни сен айтып бар, Кладиус пен Осман екеуі одақтас болып сені сатып кетті деп айт дейді. Енді ондай болған жоқ, бірақ сөйтіп айтып бар деп бегімді жібереді. Сол кезде осындай жерде екеуі, Осман мен Кладиус екеуі кездеседі. Егер маған сенбесең, өзің барып көр дейді. Оған Кучар жынданып, жалшы дейма, адам жібереді оны көруге, яғни Кладиус мені сатып кетті ма, сатып кетпеді ма деген секілді. Сол жаққа жібереді, одан кейін тексертуге. Соны ғана көрсетеді. Одан кейін моңғолдар жаңағы құдықтан су ішпекші болады, яғни аттарына су беріп жатады, бірақ ол аттар қанша мал дегенмен суға не қосылғанын біліп, у қосылған ешқайсысы ішпейді. Оны моңғолдар да біліп, бұл суға у қосылған екен деп, бұны біз Кучарға айтамыз деп кетіп бара жатады. Сонымен бүгінгі бөлім аяқталды. Өте қызық болды. Егер де келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер.